Сәлеметсіңдер ме балалар? Менің арнама қош келдіңдер. Балалар, біз бүгін 3-ші сыныптың қазақ тілі пәнінің 1-ші бөлімінің 19-ші сабағын өтетін боламыз. Сабағымыздың тақырыбы қаратпа сөз. Балалар, қаратпа сөз дегеніміз тілде біреудің назарын аудару үшін қолданылатын сөздер болады екен. Ондай сөздерді қаратпа сөздер деп айтады екенбіз балалар. Балалар, мысалы, біз анамызды қарату үшін бірінші анашым деп сөзімізді бастаймыз, немесе мен де сендерге сабақ өтпес бұрын балалар деген сияқты сөздерді қолданамын. Мысалы, балалар, біз бүгін 19-ші сабақты өтеміз деген сияқты осындай сөздерді қолданамыз. Бұл сөздер қаратпа сөздер болып саналады екен. Яғни мен сендерге балалар деп сөйлегенде, немесе аналарыңа анашым деп сөйлегенде, не болмаса мұғалімге апай немесе мұғалім деп сөйлеген кезде ол адам сендерге қарайды, сендерге назар аударады. Мінекей бұл сөздерді қаратпа сөздер деп айтады екенбіз. Балалар, олай болса, бірінші жаттығуға назар аударайық. Кестедегі сөйлемдерді салыстыр дейді. Олардың мазмұны тыныс белгілеріне назар аудар. Мазмұнына және тыныс белгілеріне назар аудар дейді. Балалар, олай болса, кестедегі сөйлемдерді оқиық. Арайлым, сен кітапханаға бардың ба? Ал екінші жағында арайлым кітапханаға барды. Балалар, бұл жерде біздің екінші оқыған сөйлемімізде арайлымның кітапханаға барғанын баяндап тұр, хабарлап тұр. Ал бірінші сөйлемде, яғни арайлым, сен кітапханаға бардың ба дегенде арайлымға қарап айтылып тұр. Арайлым деп арайлымды өзіне қаратып алды. Одан кейін оған сұрағын қойды. Яғни бұл жерде арайлым деген қаратпа сөз бар. Екінші сөйлемде әже, ертегі айтып беріңізші. Одан кейін әжем ертегі айтты. Мінекей осы әжем ертегі айтты деген сөзде әжесінің ертегі айтқанын хабарлап баяндап тұр екен. Ал бірінші әже, ертегі айтып беріңізші дегенде ол тікелей әжесіне айтып тұр. Яғни әже деген кезде ол әжесі оған көңіл аударады, мойнын бұрып қарайды. Яғни бұл жерде қаратпа сөз қолданылып тұр екен. Әжесін қаратып алып, оған ертегі айтып беруін өтініп тұр екен. Одан кейін дүкеннен керек заттарды алуды ұмытпа, қызым. Мінекей бұл жерде де қызына қаратып сөйлеп тұр. Яғни қызым, дүкеннен керек заттарды алуды ұмытпа деп тұр. Ал келесі сөйлемде қызым дүкеннен керек заттарды алып келді. Бұл жерде біреуге айтылып тұрған жоқ, қызына, ұлына немесе тіпті басқа адамдарға қаратып айтылып тұрған жоқ. Яғни қызының дүкеннен керек заттарды алып келгендігін ғана айтып тұр. Ал мына біріншісінде, яғни дүкеннен керек заттарды алуды ұмытпа, қызым деген сөйлемде қызына қаратып тұр. Яғни қызының көңілін аударып тұр өзіне. Яғни біз бірінші кестедегі сөйлемдерде қаратпа сөздің бар екендігін байқадық. Яғни біреудің назарын аудартып тұр. Ал екінші кестенің екінші жағында, яғни белгілі бір нәрсені баяндап тұр. Яғни арайлым кітапханаға барды. Яғни арайлымның кітапханаға барғанын айтып тұр жай ғана. Ешкімді өзіне қаратып тұрған жоқ. Ешкімге арнайы сөйлеп тұрған жоқ. Ал енді екінші жаттығуға назар аударайық. Мәтінді мұқият тыңда. Балалар, олай болса, мен мәтінді оқимын, сендер жақсылап мұқият тыңдаңдар. Содан кейін төмендегі сұрақтарға назар аударатын боламыз. Нұржан кішкентай ағаштың артық бұтақтарын қия бастады. Байқамай, қабығымен қоса діңін де кертіп тастады. Балам-ау, мұның не? Ағашты жарақаттадың ғой. Енді ол жылайтын болды. Нұржан қалт тұрып қалды. Қалайша, ағашта жылай ма? Деді таңданып. Әрине, оның да жаны бар. Ол да тіршілік иесі. Оны сезіне білуің керек, деді бағбан. Балалар, енді мәтінді мұқият тыңдаған болсақ, астындағы сұрақтарға жауап берейік. Мәтін не туралы? Мәтінге ат қой дейді. Балалар, бұл жерде мәтін ағаш туралы, ағашпен бағбан және Нұржан деген кішкентай бала туралы екен. Яғни бұл жерде ағаштың тіршілік иесі екендігі, оның да жаны бар екендігі айтылады. Енді мәтінге кішкентай ағаш немесе ағаш пен Нұржан деп тақырып қойымызға болады. Немесе ағаш тіршілік иесі деген тақырып қойымызға болады екен.
Енді келесі бетте бізде тағы да сұрақтар бар екен. Мәтіндегі негізгі ойды білдіретін сөйлемді тауып оқы. Оған өз ойыңды білдір дейді. Балалар, мәтіндегі негізгі ойды білдіретін сөйлем бұл жерде әрине оның да жаны бар. Ол да тіршілік иесі. Оны сезіне білуің керек. Мінекей осы сөз, осы сөйлем мәтіндегі негізгі ойды білдіреді екен. Және де біз оған өзіміздің ойымызды, бұл сөйлемге байланысты өзіміздің ойымызды айтуымыз керек екен. Алар, яғни ағаштың да жаны бар екен, иә? Ағаш та адам сияқты өседі екен, дамиды екен, иә? Жемісін береді екен, немесе жеміс бермейтін қарапайым ағаштар да болады, немесе жеміс ағаштар да болады, иә? Өзінің жаңағыдай тіршілігін жасайды, өзіне су қажет болады, оларға да біздер сияқты ауа қажет, яғни өзіне керекті қоректері бар. Сонымен қатар олар да өзінің мезгіл сағаты жеткенде қурап өледі екен, иә? Мінекей тіршілік иесі дегеніміз, ағаш тіршілік иесі дегеніміз осы екен. Назар аударатын болсақ, мәтін мазмұны бойынша жоспар құр және оны жаз дейді. Балалар, мінекей экранға мен сендерге мәтін бойынша жаңағыдай жоспар құрып көрсетіп қойдым. Келесі сұрақ, мәтіндегі қарамен жазылған сөздерге назар аудар. Бұл сөз не үшін қолданылып тұр деп ойлайсың дейді. Балалар, енді мәтіндегі қарамен жазылған сөзге назар аударайық. Бұл жерде баламау. Балалар, баламау мұның не деген сөйлемде, яғни ол белгі біреудің назарын өзіне аударып тұр, иә? Яғни баласын өзіне қаратып тұр. Баламау дегенде біз барлығымыз қараймыз ғой, иә? Мысалы, сен көшеде кетіп бара жатсаң, бір үлкен әже немесе бір қария жолдарға кездессе, баламау десе, біз оған міндетті түрде еріксіз оған қараймыз, иә? Немесе сендердің біреуің мұғалімдеріңе апай десеңдер, ол да міндетті түрде сендерге қарайды. Яғни бұл қаратпа сөйлем екен. Яғни бұл мәтіндегі осы баламау деген сөз қаратпа сөз болып саналады екен, иә? Біздің бүгінгі тақырыбымызға сәйкес бүгін біздер қаратпа сөздер туралы өтіп жатыр. Енді үшінші жаттығуға назар аударайық. Мәтінді тиісті дауыс ырғағымен оқы. Қаратпа сөздерді тап. Шырағым, Камаш, мына қарасақаудың баласы саған бүлдірген әкеліпті. Өзі бұрын есік ашпаған бала екен. Жақсылап көйлек тігіп кигіз. Иә, балам, оқып жүрсің бе? Оқып жүрмін, Абай ата. Мінекей балалар, осы мәтіндегі қаратпа сөздерді табуымыз керек екен. Балалар, мінекей бұл жерде шырағым, Камаш, яғни бұл жаңағыда қаратпа сөздер болып саналады. Балам деген сөз, сонымен қатар Абай ата. Мінекей осы сөздер қаратпа сөздер болып тұр, яғни белгілі біреудің жаңағыдай көңілін өзіне аударып тұр, қаратып тұр екен, иә? Мәтінді көшіріп жазып, қаратпа сөздердің астын сыз дейді. Олай болса, балалар, мәтінді жақсылап көшіріп аламыз. Мәтінімізді көшіріп болғанша видеоны тоқтатып тұруларыңа болады. Содан кейін қайтадан видеоны қосып тапсырмаларды орындайтын боламыз. Ал балалар, мәтінімізді жақсылап тыныс белгілерін қойып көшіріп алған болсақ, енді қаратпа сөздердің астын сызуымыз керек екен, иә? Яғни бұл жерде шырағым, Камаш, балам және Абай ата. Мінекей осындай 4 сөз бізде жаңа қаратпа сөздер болып саналады екен. Қаратпа сөздің тыныс белгісіне назар аудар дейді. Балалар, бізде мынандай ереже бар екен. Қаратпа сөз үтір арқылы ажыратылады. Мысалы, Марат, үйдесің бе? Иә, Марат, мен сені күтіп тұрмын. Көп кешікпе, Марат. Мінекей балалар, қаратпа сөзде, сөйлемде қаратпа сөздер келетін болса, егер сөйлемнің басында келетін болса қаратпа сөз, одан кейін міндетті түрде үтір келетін болады. Ал сөйлемнің аяғында келетін болса қаратпа сөз, мысалы, көп кешікпе, Марат деген сөйлемде ең соңында келіп тұр, Марат деген, яғни ол қаратпа сөз. Егер де сөйлемнің соңында келетін болса, онда қаратпа сөздің алдынан үтір қойылады. Ал егер сөйлемнің басында келетін болса, қаратпа сөздің соңынан үтір қойылады. Ал егер де сөйлемнің ортасында қаратпа сөз келетін болса, ол қаратпа сөздің екі жағынан да үтір қойылады. Мінекей, иә, Марат, мен сені күтіп тұрмын. Мінекей бұл сөзде Марат деп қарамен жазылып тұр. Біздің қаратпа сөзіміз
Яғни бұл сөз сөйлемнің ортасында келіп тұр. Яғни екі жағынан да үтір қойылады екен, балалар. Түсіндік қой, иә? Қаратпа сөзді біз осылай ажыратады екенбіз. Енді төртінші жаттығуға назар аударайық. Орны ауысқан ашық хат бөліктерін қалпына келтір. Мінекей балалар, бұл жерде үш сөйлем екен. Үш сөйлеммен ашық хат жазылған екен. Олардың орындары ауысып кеткен екен. Енді біз олардың орындарына, өз орындарына қоюымыз керек екен. Сізге денсаулық, ұзақ өмір тілеймін. Қымбатты әже. Одан кейін сізді туған күніңізбен құттықтаймын. Мінекей осы үш сөйлеммен біз ашық хатты жазуымыз керек екен. Алайда бұл сөйлемдердің орындары ауысып кеткен, біз оларды өз орындарына қойып, ашық хатты жазып шығуымыз керек екен. Балалар, ендеше ең бірінші біз әрине жаңағыдай қымбатты әже деген сөзді ең бірінші сөйлемге қоямыз. Одан кейін сізді туған күніңізбен құттықтаймын. Сізге денсаулық, ұзақ өмір тілеймін. Мінекей біз осылай үш сөйлемді орындарына қойып, ашық хатымызды жазып аламыз. Енді жазып болған соң қаратпа сөздердің астын сызамыз. Бұл жерде бізде қаратпа сөз қымбатты әже. Олай болса, осы қымбатты әже сөзінің астын сызамыз. Балалар, олай болса, мен сендермен келесі сабаққа дейін қоштасамын. Сендерді 20-шы сабақта асыға күтетін боламын.